Саламатсыздар ма оқушылар? 10 сынып алгебра оқулықтағы 14-4 есептің қалай шығарылатынын көрсетейін. Функцияның анықтау болысы мен мәндер жиынтығында дейді. Біріншісін қарастырайық. Енді бұл функцияның анықтау болысы барлық сандар жиыны болады, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін болады екен де. Енді мәндер облысын былай табамыз. Бізде синус 3х-тің мәндер облысы -1 мен +1-дің аралығы болады. Енді ортада мына өрнек шығатындай қылып өрнектеймін. Бірінші 2-ге көбейтемін, теңдіктің 3 жағында 2-ге көбейтіп жіберемін. 2 синус 3х 1 көбейтілген 2. Сонда мынау -2 болады. Мынаны сол күйінде жазып қояйын. Мынау 2. Енді теңдіктің 3 жағынан -1-ді азайтамын. -2 азайту 1, 2 синус 3х азайту 1 және 2 азайту 1 болады. Енді мынау бізде -3-ті береді. Мынау бізде x-тан функциясы немесе y деп жаза берейін. Мынау дегеніміз 1. Сонда бізде мына функцияның мәндер облысы -3 пен 1-дің аралығы болады екен. Келесі екіншісін қарастырайық. Бірінші бізде анықтау болысы. Бұнда да сол барлық сандар жиыны. Екінші мәндер облысын табу үшін дәл соны бағана сияқты косинус 2х-тің мәндер облысы бізде -1 мен +1-дің аралығы. Екі жағын -2-ге көбейтіп жіберемін. Сонда -1 көбейтілген -2. Теңсіздіктің екі жағында теріс санға көбейтсек, теңсіздік қарама-қарсыға өзгеріп кетеді. Сонда -2 косинус 2х. Теңсіздік қарама-қарсы өзгереді. Мына жерде -2 көбейтілген 1 болады. Сонда мынау 2 теріс санға көбейтілген оң 2 -2 косинус 2х және -2. Немесе мынаны керісінше былай жазып алайық. -2 косинус 2х және мынаны 2 орналастырып жаздым. Енді мен 3 жағына да 3-ті қосамын. -2 қосу 3. Мынаны былай жазып жіберейін. Косинус 2х және 2 қосылған 3. Мынау бізде 1-ді береді. Мынау бізде ортада мына функция x-тан f немесе y деп жаза берейін. Мынау 5. Сонда бізде мәндер облысы мына функцияның 1 мен 5-тің аралығы болады екен. Келесі үшіншісінің бірінші анықтау болысы. Бұнда да барлық сандар жиыны болады. Екінші мәндер облысын табу үшін бізде синус x минус p мәндер облысы -1 мен 1-дің аралығы болады. Енді мына алдына минустан бастырғандықтан 3 жағында -1-ге көбейтеміз. Сонда -1 көбейтілген -1. Теңсіздік қарама-қарсы өзгеріп кетеді. Минус синус x минус p және теңсіздік өзгеріп 1 көбейтілген -1 болады. 2 теріс сан оң сан. Мынау минус синус x минус p. Мынау бізде -1 немесе керісінше аударып жазатын болса -1 синус x минус p. Мынау да -1 және 1. Енді екі жағына 2-ні қосамыз. Сонда -1 қосу 2. 2 азайтылған синус x минус p болады. Жағында 1 қосылған 2 болады. Мынау бізде 1-ді береді. Мына ортаға y деп жаза берейін. 3 болады. Сонда бізде мына функцияның мәндер облысы 1 мен 3-тің аралығы болады екен.